Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен эклерлерді жасаудың оңай керемет рецептісімен бөліскім келеді. Менімен бірге болыңыздар, дайындау жолын көрсетемін. Алдымен су және майды отқа қойып, майды ерітеміз. Май ерігеннен кейін ұнымызды және тұзды қосамыз. Содан соң қамырымызды тез-тез араластырып пісіреміз. Қамырымыз ыдысқа жабыса бастаған кезде осылай қамырымыз дайын деген сөз. Содан кейін қамырымызды кішкене араластырып құрғатамыз. Осындай күйде болу қажет. Содан соң қамырымызды кішкене суытып, жұмыртқаларды бір-бірлеп қосамыз. Жұмыртқалар пісіп қалмас үшін. Қамырымызды араластырамыз. Осылай бөлектеніп тұрады. Одан қорықпаңыздар. Араластыра беріңіз. Барлық жұмыртқаларды қосқаннан кейін қамырымызды бір қалыпты күйге шейін араластыру қажет. Оны қолмен де араластырсаңыздар тезірек болады. Қамырымыз осындай болып шығады. Енді біз противеньге пергамент қағазын төсеп дайындап қоямын. Осылай төсеймін пергамент қағазын. Енді қамырымызды кондитерлік мешоқтың ішіне салып, осылайша эклерлерді противеньге саламын. Сізде арнайы эклерлерге арналған насаткаңыз болса тіпті керемет, болмаса ол қатты маңызды емес. Эклерлерді пешке 180 градусқа 25-30 минутқа қоямыз. Пісіп жатқан кезде пешті ашуға болмайды. Осындай әдемі болып шықты. Керемет. Енді эклерлерге арналған қайнатпалы кремді дайындаймын. Ол үшін жұмыртқаға қантты, тұзды салып араластырамын. Содан соң сүтті отқа қойып жылытамын. Әзірге жұмыртқаға ұн қосып, бір қалыпқа шейін араластыру қажет. Осылайша араластырдым. Енді жылыған сүтті қатты ыстық емес, жұмыртқалар пісіп қалмас үшін бір бөлігін ақырындап араластыра отырып құямын. Енді осы массаны қалған сүтке қосып араластырам. Креміміз жай отта пісіп тұру қажет. Кремімізді әрдайым араластырып отырамыз. Венчикпен араластырған дұрыс. Біздің креміміз қоюланғанша пісіреміз. Осындай қоюланып пісті. Дайын деген сөз. Оттан түсіріп, сары май қосамын. Жақсылап тұрып араластырамыз. Енді кремімізді суыту қажет. Ол үшін оны суық суға қойып, кремді біраз араластырамын. Енді креміміз дайын. Оны кондитерлік мешокқа салып, эклерлерімізді креммен толтырамын. Эклерлерді кез келген креммен толтыруға болады. Ол қалауыңызша сгущенкамен де, вареный сгущенкамен де толтырсаңыз өте дәмді болып шығады. Барлығын толтырып аламыз. Содан соң шоколадты водяной баняға
қойып ерітемін. Осындай ерітіп, эклерлерді шоколадтың ішіне батырам. Өзіңіз оны қалауыңызша безендіруге болады. Эклерлер осындай дәмді, әдемі, керемет болып шықты. Сізге оны жасауға кеңес беремін. Лайк басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Әлі де көп рецепттер болады.